Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Біздің жас мемлекетіміздің қақпағы ашылған көрінеді. Сондықтан ұяты кеткендер талан-таражға салып жатқан ашылып жатыр. Осындай күдік көбіміздің көңілімізде жүрген бұрыннан. Қайда кетіп жатыр бұл Қазақстанның байлығы деген? Бірақ нақ басып, тап басып ешқайсымыз айтылған жоқпыз. Мұнайдан түсетін, көмірден түсетін, алтыннан, күмістен түсетін, мыстан түсетін кіріс деген жоқ мынаның ішінде. Мына біз осы шет мемлекеттерден несие дегенді алып жатырмыз Америкадан Жапонияға дейін. Соның барлығы бас-аяғы қанша? Қай жерге жұмсалды, қай мақсатқа кетті? Осының көзін ашу керек. Мына басшылықтан білмеймін, қолынан әзір ол әрекет келетін емес. Мына сізбен біз, халық сенген депутаттар осының көзін ашып, нақтылап, халыққа өзінің дәулетін өзінің қолына берейік. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Біздің жас мемлекетіміздің қақпағы. Араны ашылған қыран, араны ашылған. Тойымсыз қыран да еді. Араны ашылған қыран не аңды алады, не аңшының өзін алады дейді. Осыған қатты мән берсеңіз болар еді. Сізге ақыл үйретейін деген ниетім жоқ, бірақ халық айтады. Халық не дейді?